Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін нәзік салат дайындайтын боламыз. Сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ал енді нәзік салатына керекті заттармен таныс болайық. Тауық еті, фри, шұжық, жұмыртқа, кукуруз, горох және майонез. Аздаған тұз қоссаңыздар да болады. Ең бірінші біз тауық еті мен жұмыртқаны қайнатып аламыз. Мен алдын ала оларды қайнатып алдым. Барлығын соломка ретінде тураймыз, яғни ұзынша етіп тураймыз. Тағы да құрамына қосатын тағы бір затты ұмытып кетіппін. Яғни біз бұнда қиярды қосамыз. Қатты ұзын болып кетпеуі керек. Видеода анық көрініп тұр. Шұжықты көп мөлшерде қоспаймыз. Себебі салатымыздың түсі осы қызыл цветке оранып кетеді. Сол себептен шұжықты аз ғана қосамыз. Ал енді жұмыртқаны турауға кірсейік, біз жұмыртқаның ағын ғана тураймыз, сарысын турамаймыз. Бұл жұмыртқаны да соломка ретінде тураймыз. Осылай барлығын бір ретте турап шығамыз. Енді қиярды, одан кейін тауық етін турап, бетіне фриді салып, қалған керекті заттарды қосамыз. Осылай барлығын турап болғаннан кейін үстіне кукурузы саламыз, яғни жүгеріні, консервіленген жүгеріні саламыз. Одан кейін 1-4-5 қасық горохты саламыз. Содан кейін майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Ал енді біздің салатымыз дайын болды. Сіздер де жасап бағасын беріңіздер. Өте дәмді болады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Подписация батырмасын басуды да ұмытпаңыздар. Менің видеоларым ұнаса, қоңыраушаны басып алыңыздар. Рахмет.